Операциялық жүйе және жүйелік бағдарламалау курсының енгізу-шығаруды басқару модулі. Енгізу-шығаруды басқару, яғни компьютерлік жүйелерде енгізу-шығару операцияларын қамтамасыз ететін сыртқы құрылғыларды үш топқа бөлуге болады. Бірінші, пайдаланушымен жұмыс, яғни компьютер пайдаланушысымен байланысу үшін қолданылады. Мысалы ретінде дисплейден, пернетақтадан, тінтуірден тұратын принтерлер мен бейне терминалды келтіруге болады. Компьютермен жұмыс электрондық жабдықпен байланысу үшін қолданылады. Оларға диск құрылғылары, USB кілттері, сенсорлар, контроллерлер және түрлендіргіштер жатады. Коммуникациялар қашықтықтағы құрылғылармен байланысу үшін қолданылады. Оларға модемдер мен сандық желі драйверлер жатады. Енгізу-шығару құрылғыларының арасында айтарлықтай айырмашылықтар бар. Тасымалдау жылдамдығы. Ол мәліметтерді беру жылдамдығы бірнеше шама ретімен өзгеруі мүмкін. Қолданба. Құрылғы қолдайтын әрбір әрекет операциялық жүйенің бағдарламалық жасақтамасы мен стратегияларына әсер етеді. Басқарудың күрделілігі. Басқару интерфейстеріндегі айырмашылықтардың операциялық жүйеге әсері енгізу-шығару контроллердің күрделілігінің артуымен азайтылады. Мәліметтерді тасымалдау бірліктері. Деректерді байт немесе таңбалар ағыны ретінде, мысалы енгізу-шығару терминал кезінде, немесе блоктарда дискінің енгізу-шығаруын орындау кезінде тасымалдауға болады. Деректерді көрсету. Әртүрлі құрылғылар әртүрлі таңба кодтаулары мен приоритеттерін қоса алғанда әртүрлі деректерді кодтау схемаларын пайдаланады. Қате жағдайлары. Қателердің сипаты, оларды хабарлау тәсілі, олардың салдары және ықтимал жауаптар бір құрылғыдан екіншісіне күрт өзгереді. Мұндай әртүрлілік шын мәнінде операциялық жүйе тұрғысынан да, пайдаланушы процестері тұрғысынан да енгізу-шығару мәселесіне бірыңғай және дәйекті тәсілді әзірлеу мүмкін еместігіне әкеледі. Енгізу-шығару функцияларын ұйымдастыру. Үш негізгі енгізу-шығару әдісі бар. Бірінші әдіс бағдарламанатын енгізу-шығару. Процессор енгізу-шығару контроллеріне қажетті командаларды жібереді. Содан кейін процесс енгізу-шығару операциясының аяқталуын күтетін күйде болады. Екінші, үзілістермен басқарылатын енгізу-шығару. Процессор процестің атынан енгізу-шығару контроллеріне қажетті командалар жібереді. Бұл жағдайда екі мүмкіндік бар. Егер процестен енгізу-шығару нұсқауы блокталмаған болса, процессор енгізу-шығару нұсқауын шығарған процестің нұсқауларын орындауға жалғастырады. Егер процестің енгізу-шығару командасы блокталатын болса, онда процессор орындайтын келесі пәрмен операциялық жүйеден келеді. Ол ағымдағы процесті блокталған күйге келтіріп, басқа процесті іске қосуды жоспарлайды. Үшінші әдіс жадқа тікелей қол жеткізу. DMA модулі негізіндегі жады мен енгізу-шығару контроллері арасындағы деректер алмасуды басқарады. Процессор деректер блогын жадқа тікелей қол жеткізу модуліне тасымалдауға сұраныс жібереді. Ал үзіліс тек барлық деректер блогын тасымалдағаннан кейін пайда болады. Енгізу-шығару құрылғыларының функционалдық мүмкіндіктерінің даму кезеңдерін келесідей сипаттауға болады. Процессор перифериялық құрылғыны тікелей басқарады. Мұны процессорлар басқаратын қарапайым құрылғыдан көруге болады. Екінші, құрылғыға контроллер немесе енгізу-шығару модулі қосылған. Процессор бағдарламанатын енгізу-шығару қызметін үзіліссіз пайдаланады.
Бұл кезеңде процессор сыртқы құрылғы интерфейстерінің нақты бөлшектерімен біршама бөлектенеді. Үшінші, процессор үзіліссіз бағдарламаланатын кіріс-шығыс қолданады. Нәтижесінде процессорға кіріс-шығыс операцияларының орындалуын күтуге уақыт жұмсаудың қажеті жоқ. Бұл өнімділіктің жоғарылауына әкеледі. Төртінші, енгізу-шығару модулі. DMA көмегімен жадпен тікелей жұмыстан мүмкіндігін алады. Процессорды пайдаланбай, деректер блогын жадқа немесе енгізу-шығаруға болады. Деректерді тасымалдаудың басталуы мен аяқталуын қоспағанда. Бесінші, енгізу-шығару модулі жетілдіруде және шығаруға арналған арнайы командалар жүйесі бар жеке процессорға айналады. Орталық процессор енгізу-шығару процессоріне негізгі жадта орналасқан енгізу-шығару бағдарламасын орындауға нұсқау береді. Енгізу-шығару процессоры орталық процессордың қатысуынсыз тиісті нұсқауларды алады және орындайды. Бұл процессорға енгізу-шығару функцияларының орындалу ретін анықтауға және барлық реттік орындалғанда ғана үзілуіне мүмкіндік береді. Енгізу-шығару модулінің өзінің жергілікті жады бар және шын мәнінде жеке компьютер болып табылады. Осы архитектураның көмегімен бірнеше енгізу-шығару құрылғыларын ең аз CPU араласуымен басқаруға болады. Әдетте мұндай архитектура интерактивті терминалдармен байланысты басқару үшін қолданылады. Енгізу-шығару процессоры терминалдарды басқарумен байланысты көптеген тапсырмаларды орындайды. Келесі бөлімде енгізу-шығаруды жобалау қарастырылады.